Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Сабағымыздың тақырыбы бала қиялы. Бірінші сабақ. Сабақтың мақсаты: энциклопедиялар, балаларға арналған газет-журналдардан қажетті ақпаратты ала білу, зат есімдердің мағыналық түрлерін мәнмәтін аясында жалғаулар арқылы түрлендіріп қолдану. Қанекей балалар, мына сұрақтарға жылдам жауап бере қояйық. Әлемге танымал қандай суретшілерді білесің? Қазақ суретшілерінен кімдерді білесің? Олардың қандай картиналарын көрдің? Қай өнер адамына қиял ерекше әсер етеді деп ойлайсың? Неге? Мына суретшілердің қайсысы таныс? Олар туралы, олардың шығармашылығы жайлы не білесіңдер? Ал балалар, берілген сурет бойынша ойымызды айтайық. Бірінші суреттегі Әбілхан Қастеев, екінші сурет Гүлфайрус Исмайлова, үшінші суреттегі Леонардо да Винчи. Енді осы кісілердің әрқайсына жеке-жеке тоқталып, олардың шығармашылығы туралы әңгіме қозғайық. Әбілхан Қастеев қазақтың әйгілі кескіндемешісі, график суретші, қазақ бейнелеу өнерінің негізін салушылардың бірі. Туып өскен жері Алматы облысына қарасты Жаркент өңірі. Әбілхан туған жердің әсем табиғатын, оның дидарындағы адам қолының жасампаз өзгерістерін зор шабытпен бедерлей алған суреткер. Әбілхан Қастеев суретші ретінде өзіндік дара қолтаңбасымен ғана ерекшеленіп қоймай, туған жері мен өскен елін перзенттік махаббатпен жырлай алған біртуар суреткер. Гүлфайрус Мәнсүрқызы Исмайлова қазақ кескіндемешісі, театр және кино суретшісі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген өнер қайраткері, Қазақстанның халық суретшісі, платинды тарлан сыйлығының иегері. 1950 жылдан бастап киноға түскен. Тігрена, Аласталған Алитет, Ботакөз, осы аттас фильмде түскен. Тана, Қыз жібек фильмде, тағы басқа бірнеше киноларға түскен. Әлемге әйгілі Мона Лиза картинасының авторы Леонардо да Винчи 1452 жылдың 15 сәуірінде Флоренцияға жақын жердегі Винчи қаласының маңындағы Аникано қыстағында дүниеге келген. Ол тек суретші ғана емес, сонымен бірге мүсінші, сәулетші, ғалым, анатом, өнертапқыш, жазушы. Леонардо да Винчи ойлап тапқан және ол ойлап тапты деп есептелінетін заттар: парашют, велосипед, танк, жинамалы әскери көпірлер, прожектор, катапульта, робот сынды нәрселер екен. Ал балалар, сіздерге суретшілер туралы мәліметтер түсінікті деген ойдамын. Енді жазылым тапсырмасына көшейік. Екінші тапсырма. Берілген сөздердің мағынасына жуық келетін синоним сөздерді анықта, дара және күрделі зат есімдерді тап. Өткен сабағымызда сіздермен зат есімдер туралы мәліметтермен танысқан болатынбыз. Ал енді сол танысқан мәліметтерімізді есімізге түсіріп, тапсырманы орындайық. Мұнда балалар сіздерге үлгісі көрсетілген қалай орындау керектігі. Соғыс алапаты, яғни бұл сөздің жуық келетін синонимдерін табайық. Соғыс зардабы, қанды қырғын. Ал енді анықтаймыз. Бұл күрделі зат есім. Себебі екі сөздің тіркесуінен жасалған. Соғыс және алапат сөздерінің тіркесу арқылы жасалып тұр. Ал енді орындайтын тапсырмамыз тыңдалым мәтіні балалар. Төртінші тапсырма. Тыңдалым мәтінін зейін қойып тыңдаймыз.
Себебі келесі орындалатын тапсырмалар осы тыңдалым мәтіні бойынша. Сондықтан зейін қойып тыңдауларыңызды өтінемін. 5-6 сабақ. Бала қиялы. 4-ші тапсырма. Әр шығармашылық иесінің өмірде өшпес із қалдыратын өз жолы бар. Қасымбек ағаның балалық шағы сонау дүниежүзілік соғыс алапатымен тұстас болды. Ол алғаш мектеп табалдырығын аттағанда қолына ұстаған қаруы сиясауыт болатын. Бәлкім, қазір де суретті гуашьпен салғанды ұнататыны сондықтан болар. Балалық шағым соғыстың қиыншылық кезеңіне тап болып, сурет салуға қылқалам таппайтынбыз. Сурет салуға ынтық болғанымыз сонша, есектің құйрығынан не аттың жалынан қылғалам жасап, сиясауыттағы сияға батырып бояйтынбыз деп, Қасымбек аға алыста қалған жылдарды сағына еске алды. Мектепте жүргенде қабырға газетін сиямен бояп көркемдедік. Ауылдан 7 шақырым жердегі Ақтам мектепке жаяу баратынмын. Ақтам деуіміздің себебі, мектеп күллі ауылдағы сырты әкпен ақталған жалғыз үй болатын. Ол кезде сағат деген атымен жоқ. Шамамен жобалап барамыз. Жаяудың қайбір жүрісі өнсін. Кейде кешігіп барамын. Бірде кешіккеніме ашуланған мұғалім қатты жазалағаны әлі есімде. Сонда қазіргідей үйге жылап баруды білмейміз. Керісінше білімге құштарлана түсеміз, деді ол. Жақсы балалар, мәтін түсінікті болды деген ойдамын. Мәтінде айтылған ақпараттың дұрыстығын тексерейік. Егер қатесі болса, ойымызды дәлелдейміз. Біріншісі, басты кейіпкер соғыс ардагері. Мәтінде ғалым адамның өмірі туралы айтылды. Кейіпкердің балалық шағы дүниежүзілік соғыспен тұспа-тұс келді. Қасымбек суретті гуашьпен салғанды ұнатпайды. Олар қылқаламды есектің құйрығынан, аттың жалынан жасап алатын. Ол кезде сағат деген атымен жоқ. Мұғалімі қатал болды. Сонда ол да қазіргідей үйіне жылап айтып барды. Балалар білімге құштар болды. Ендігі орындалатын тапсырмамыз оқылым тапсырмасы. Мәтінді оқимыз. Мәтін мазмұны бойынша жоспар құрайық. Мәтінді мұқият оқып шығып, мәтін мазмұнына сай келетін жоспар құр. Сабағымызда аяқталып қалды балалар. Енді мына сұрақ бойынша өз ойларыңызды 1-2-3 сөйлеммен айтсаңыздар. Бүгін не білдім? Бүгінгі сабақ бойынша түсінгендеріңізді, білгендеріңізді ортаға салсаңыздар. Ал үйге тапсырма, 6-шы тапсырма, 102-ші бет. Сау болыңыздар балалар. Келесі сабақта кездескенше.